Өзен аржында Ақтоған ауылы 3-ші отделение. Мынау бізде Қызылағаш. Бұрын осы жолмен мектепке келушек. Жаяу мектепке болып баратынбыз. Сол есімде. Жаңа мешіт пен ескі мешіт бар. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Яқта жел, қара суық жел соғып тұр. Мектепке барған кезде еске алатын жаяу жүріп келеді. Былай өтетін, былай төтелі өтетін жол болған. Батпақ болып кеткен ғой енді. Одан бері қанша жыл өтті? 15 жыл өтті, уже мектеп бітірген. Осы жақпен бұрылып баратын. Үйлердің бәрі жаңа қазір. Дегенмен де ауылдың ауасы басқа болады ғой, чем қалаға қарағанда. Ауылдың аты ауыл ғой. Бала кезіңіз кетіп мектепте оқыған. Самокат ойнаған, өзен сыртында самокат тебетін мұз кезде балалық шақтың бәрі еске түседі. Қазіргі балалар ондай тебе алмайды ғой. Қазіргі балалардың көбісі смартфон. Мына бізді мешіт. Ескі мешіт апаттан аман қалған. Жаңа мешіт. Құдай қаласа биыл бітеді ғой, сырты. Бір салып біткен. Дәрілеу жұмыстары ғана қалды. Ауылдың вайбы, жылқылар ғой, сиыр қой. ДК мәдениет үйі. Сол арық, өзен, сол өзен ғой. Әлі еш өзгермеген. Дегенмен де ауылдың ауасы, атмосферасы ерекше болады. Қанша дегенмен. Көбісін танымаймын енді. Енді көбісі жаңадан келгенде жастар. Осы аржанда ана тауға шығатынбыз, ылғи көпке. Көпке шығатынбыз, ылғи сол тауға шығамыз. Сол көпір әлі өзгермеген. Апаттан кейін сол қалпы қалды ғой бұл көпір. Мәдениет үйі. Мына алдымыздағы акимат. Мынау алдымыздағы пошта. Қызылағаш мәдениет үйі. Қызылағаш Олдық округ акиматы. Өзі пошта. Бұл мен 11 оқып жүргенде бар болған бұл пошта. Одан бәрі талай нәрсе өзгерді ғой. Біз мектеп бітіргеннен бері. Бұрында көп көше асфальт болмайтын. Мен бүткіл көше асфальтталды. Жаңа үй салынды. Бәрі жақсы қазір. Ауылдың өзінің вайбы бар ғой.
Жастардың тілімен айтқанда. Қызыл ағаш. Ағаштар. Bir жаққа кетіп барамыз. Ау. Балақ келді. Қонаев көшесі. Мына стадион. Сабақ кезінде далаға шығып футбол ойнап жүгіртіп қоятын ағайлар. Спорт комплекс, общежитие, но бер жағы спорт комплекс. Мынау мектеп. 10-11 осы жерден оқыған. Ильяс Жансүгіров атындағы орта мектеп. Жаңа мектеп болды бұл. Апаттан кейін бәрі жаңарды. Mekteğim. Bär жаңа. 2010 апаттан кейін бәрі жаңарды. Бәрі асфальт. Әдемі. Үйлердің бәрі жаңа жақсы. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. 2010-да болды ол апат. Қазір 2026. 16 жыл болып қапты уже. Он 16 жыл. Мектеп бітіргенге 16 жыл болды. 2010. Үйленгеніме уже 11 жыл болды. 11 жыл. 11 жылда 5 бала. 2 ұл, 3 ұл, 2 қыз. Жақсы. Бәрі жақсы. Сәл суық жер соғып тұрғаны болмаса, қара суық. Бәрі әдемі. Жолдың бәрі қап-қара. Таулар қандай әдемі. Осы көп мектепте оқып жүрген осыған шығатынбыз. Олай. Мен осы видео бітті. Әттен дроным жоқ, әйтпесе ауыл үстінен көрсетер едім. Осылай. Жаяу жүріп, еске алып кетейік деген. Көп келе бермейсің ғой ауылға. Жақсы, бәріңе сәттілік. Қоштаспаймыз.
хабардамыз. Давайте.